Келіңіздер, астма туралы сөйлесейік. Бұл науқастарда тыныс алудың қиындауы, ысқырық дыбысы және кеуде қысылуы сияқты белгілерді тудыратын жағдай. Бұл жағдай жанға, әртүрлі қоршаған орта ластағыштарына, сондай-ақ химиялық заттарға әсер ету арқылы туындайды. Кейде науқастардың отбасында астма тарихы болса, науқастада астма дамуына бейімділік болуы мүмкін. Астма дұрыс дәрі-дәрмектермен басқаруға болатын жағдай және астма терапиясының негізгі дәрі-дәрмектері. Ингаляторларды қолдану арқылы жүзеге асады. Ингаляторлар қолдануға қауіпсіз, қолдануға оңай. Олар тәуелділік тудырмайды, науқастың белгілерін жақсы жеңілдетеді. Ингаляторлар сияқты дәрі-дәрмектерге және кейбір ауызша дәрі-дәрмектерге қоса науқастарға уақыт өте келе тағайындалуы мүмкін. Астматиктер жыл сайынғы тұмауға қарсы екпелерін де алуы маңызды, себебі біз адамның астмасының күшеюіне және астма шабуылын тудыруына себеп болатын маңызды факторлардың бірі. Инфекция екенін анықтаймыз. Біз жиі кездесетін инфекциялардың бірі вирустық инфекциялар және тұмау астма шабуылын тудыруы мүмкін осындай вирустардың бірі. Сондықтан ингаляторларыңызды дұрыс қолданыңыз, астмаңызды бақылауда ұстаңыз. Және дені сау әрі қызықты өмір сүріңіз.